Сәлем достар. Бүгін біз Аруназ екеуміз сіздерге мынандай қазақтың ұлттық ою қошқар мүйіздің жасалу үлгісін көрсетеміз. Ол үшін бізге ең алдымен мынандай фетр деп аталатын мата керек. Біз осы матаға оюымызды қойып, үлгісін қаламмен бастырамыз. Бастырып болды. Енді бұны біз қиямыз. Міне, бізде бүгін мынандай ою шықты. Бұны кез келген сырмақтың бетіне қойып, әсемдеуге болады. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.